Мен Абилова Раукен Оразалықызы, Алматы белсендісі, қосып зейнет жасын төмендетудегі қозғалыстың белсендісі. Ақжаулықта аналардың біз зейнет жасын төмендетуде қозғалыстың биыл 5-6 жылға кетіп бара жатыр. Осы 6 жылдың ішінде нәтижеміз жоқ демеймін, нәтижеміз өте зор. Оны министрлерді, жаңа депутаттарды бізді қолдап отырған барлығы айтуда. Өйткені біз мінеки сенатор Нұғмановтың біздің 5 категорияның ішінде 2 категорияны жұмыс тобына жіберді. Енді біз егерде қоғам үндемей қалса, ол ұтылған ұрпақ. Егерде біздің енді келіспейтін жеріміз де бар үкіметпен, өйткені олар үкіметіміз бізді Қазақстан әйелдерін ер адамдармен теңестіріп отыр. 63 жаста деп. 63 жаста теңестірген ол сорақылық, надандық деп ойлаймыз. Өйткені Ақжаулықта аналар жерді қалай қорғасаңыздар, ананы да солай қорғап, әлпештеп алақанда ұстау керек. Біздің елімізді, жерімізді ұстап қалатын осы ұрпақ қана. Саналы ұрпақты тәрбиелі тәлім-тәрбиені беріп, саналы ұрпақты әкелетін үйде бесік ананы тек бесік қана тербетеді деп ойламаңыздар. Әлемді де тербетеді. Қалай әлем тербетеді? Өйткені үйдегі кішкентай тарыдай ғана баланы ертең азамат қылдырып, елімізді қорғайтын азамат қылдырып, елімізге еңбек етсін деп тәрбиелеп шығарып отырған аналардың еңбегі зор. Жалғыз ана баланы ғана емес, отбасы, ошаққасы ер азаматтарымыздың да осындай нәтижеге, осындай әке қылдырып, ата қылдырып отырғанда әйелдің жұмысы. Біздің кезімізде 90-шы жылдары қандай қиыншылық, тоқырау заманы өтті. Сол тоқырау заманда осы аналар ұрпақпен алып қалды. Біз кейінгі жастарға орынды беріп, кейінгі жастарға орнымызды беріп, өзіміз бейнет көрмей, зейнет жасқа ерте шығып, өз кезінде бұрынғы ғалымдардың айту бойынша 50 жастан кейін әйел адамның денсаулығы төмендейді. Оны 63-ке дейін сүйрелеп жұмыс жоқ, 58 жаста зейнетке шығарсын деген біздің талабымыз. Өйткені сіздердің шығарған программаларыңыз, сіздердің шығарған жұмыссыздыққа деп шығарған программалардың біреуі де жұмыс істемейді. Біздің сұрап отырғанымыз сол неше түрлі өтірік іске аспайтын программаларды шығарғанша 58 жаста аналарды жіберіп, не болмаса 61 жасты 28 жылы көтермей тоқтатуын 10 жылға. Өйткені бізбен бірге 60-70 жылға аналар қандай қиын тоқырау заманын барлығын өткендер, барлығы ілігу керек. Кейінгі жастарға еңбек болсын десек, мынау отырған үкіметімізде, парламентте, сенаторда, барлығында отырған пенсияға шыққан адамдар орындарын беріп, жастарымыз шетел асып кетпеу керек. Әр ананың ойы елімізде баламызды өсіріп, немере шөбере сүйіп, солардың алақанына май жалағымыз келеді. Өйткені неге бізді шетелмен, тмд елдерінің әйелдерімен салыстырмаңыздар. Біз қазақ әйелі ата мен енені бағып, кейін бала мен шөберені, неменені баққан аналармыз. Сондықтан ауылды жердегі адамдардың барлығы қалаға көшіп келіп жатыр. Келешекте бізде жасанды интеллект болғанда, кәрі 63-тегі жас аналарға емес, 30-40-тағы жастарға да жұмыс табылуы екіталай болады. Сондықтан Ақжаулықта аналар, үмітімізді үзбейміз. Біз қайтсек те осы аналардың зейнет жасын төмендетудегі күресімізді жалғастырамыз. Қаншама аналардан бата алып жатырмыз. Бірақ бұл
ұрпақ үшін, ұрпағымызды біз өсіріп көркейтіп, осы Қазақстан елімізде қазақ елі даму үшін күш салуымыз керек. Әр қазақ бір жалғызым дегендей, әр қазағым осы елен қалдырмаңыздар, аналарды қорғауды, балаларды, ұрпақтарды өсіруді біз міндеттіміз, ұрпақ өсіруге біз парыздымыз.